8 сынып физика пәнінен арналған тжб. Тоқ көздері түрлерін сәйкестендіріңдер дейді. Бізде гальваникалық элемент. Ол кәдімгі батарейка, өзіміздің ол мынау болады. Аккумулятор міне көріп тұрғанымыздай мынау болады. Электрофор машинасы ол бізде мынау. Фотоэлемент деп отқанымыз ол бізде мынау болады. Ал термопара немесе термоэлемент деп отқанымыз ол мынау. Кетіп келесі. 220 вольт кернеудегі электр ошағының тоқ күші 2 ампер. Электр ошағындағы тоқтың қуатын анықтаңыз дейді. Асында бізде қуат ол тоқ күші мен кернеудің көбейтіндісі. Тоқ күші 2-ге тең, кернеу 220-ға тең болады. Ол деген сөз 440 ватт болады. Дәл осылай кеттік. БС 2 минуттағы тоқтың жасаған жұмысын есептеңіз. А тең болады. Жұмыс деп отқанымыз ол ай ут. Бірақ біз ай мен удың көбейтіндісін таптық, ол қуат көбейтілген уақыт болады, значит. Сонда 440-ті біз көбейтеміз 120 секундқа, яғни 2 минут деп отқанымыз 120 секунд. Енді осыны есептейміз. 52800 джоуль болады екен. Егер де сізге физикадан БЖБ, ТЖБ-ға есепке көмек керек болса, мына WhatsApp номерге жазсаңыз болады. Кетіп келесі. Схемада 4 электр шамы қосылған электр тізбегі берілген параллель алынған шамдарды анықтаңыз. Параллель бізде міне көріп тұрсыздар 2 мен 3. Тек 2 және 3 шамдар. А вариант дұрыс болады. Кернеу 120 вольт, R1, R4, 5 Ом, R2, R3, 4 Ом. Тең шамдардың тоқ күші қаншаға тең болатынын есептеу керек. Жалпы тоқ күші ғой. Енді ең бірінші бір жалпы кедергіні анықтайық. R2 мен R3 бір-біріне параллель. Ең бірінші біз мына жерде R2 мен R3-ті анықтайық. Жалпы тоқ күші олар параллель жалғанып тұрғаннан кейін R23 деп аламыз. 1 бөлінген R2 қосылған 1 бөлінген R3 болады. Сонда 1 бөлінген 4 қосылған 1 бөлінген 4. Мынерде ортақ бөлім 4 болады. 1-ге 1-ді қоссақ 2 болады. Бұл деген сөз R23. 4-ті 2-ге бөлсек 2 10 болады. Дәл солай енді R жалпыны табатын болсақ R1 қосылған R4 қосылған R23 болады. Яғни бізде 5-ке 5-ті қосамыз. Оған біз 2-ні қосамыз. 5-ке 5-ті қоссақ 10, 10-ға 2-ні қоссақ 12, 10 болады. Енді бізде тоқ күшін табу керек. Жалпы тоқ күші ол бізде жалпы кернеуді R жалпы кедергі бөлеміз. Сонда жалпымыз бізде 120, ал жалпы кедергіміз 12 болды. Сонда 120-ны 12-ке бөлетін болсақ, ол бізде 10 ампер болады деген сөз. Кетіп келесі. Тоғы бар шағының магнит өрісінің күш сызықтары дұрыс көрсетілген суретті көрсетіңдер, ол бізде бірінші сурет болады. Кетіп келесі. Ұзындығы 1 километр көлемінің қимасының ауданы 1 мм квадрат алюминий өткіштен 2 ампер тоқ өткенде кернеудің түсуін есептеңдер. Алюминийдің меншікті кедергісі 2/8, оның -8 дәрежесі 10 көбейтілген метр. Ең бірінші жалпы кернеудің түсуін анықтау үшін біз тоқ күшін кедергі көбейтуіміз керек болады. Енді бұл жерде кедергі деп отқанымыз ρLS формуласы бойынша анықталады. Ро деп отқанымыз ол 2/8 көбейту 10-ның -8, ал L деп отқанымыз 1 километр ол 1000 метр, 1000 деп жазам. Ал S деп отқанымыз 1 көбейту 10-ның -6. Енді осыны біз есептеуіміз керек болады. Осыны есептейтін болсақ бізде не болады? Ең бірінші егерде 2/8 көбейтілген 10 болады. 2/8 10-ға көбейтсек, ол бізде 28 Ом деген сөз кедергісі. Дәл солай ай көбейтілген R дедік қой, жаңа ай деп отқанымыз 2 көбейтілген 28. Енді осыны есептейтін болсақ, ол бізде 56 вольт болады. Кетіп келесі. Тұрақты магниттердің қолданылу салаларына жататын табыңыз. Бізде тұрақты магниттер ол бізде радио микрофондарда және де трансформаторларда және де магнитофондарда қолданылады. Осы 3 затта. Бойынан тоқ өтіп жатқан жіңішке жіпке ілінген дөңгелек өзекше магнитті солтүстік полюсмен жақындатты. Өткізгіш оған тартылды. Өткізгіштегі тоқтың бағыты қандай? Бізде өткізгіштегі тоқтың бағыты теріс бағыт болады. Кетіп келесі. Суретте А суретінде тізбек ажыратылған. Егер тізбекті тұйықтағанда, ол бізде міне А суретінде магнит тілшесі бағытын өзгертілген. Сипаттама беріңіз. Яғни
магнит тілшесі электр тоғы бар өткізгіш маңайында магнит өрісінің де бар екенін көрсетеді. Осындай тұжырымды жасауға болады. Осымен менің БЖБ талдауым аяқталды. Егер БЖБ талдау ұнаса каналға тіркел, лайк басып, все қоңырау басып қой. Осы БЖБ талдауды достарыңа тарат.